Бүгін бір ай бойы жалғасып келе жатқан коалицияның жұмысы өзінің межесіне жақындап қалды. Соған барлығымыз жиналып, бір айдың қорытындысын шығарғымыз келіп отыр. Мен де коалицияның мүшесі ретінде еліміздің көптеген өңірлерінде болдым. Осы Астана қаласында көптеген іс-шараларға қатыстым. Халықтың көңіл күйін, олардың көкейіндегі жүрген көп сұрақтардың барлығымыз талқылап, шамамыз келгенше соның барлығына жауап беруге тырыстық. Жалпы айтқанда, Қазақстанның басым халқы осы жаңа конституцияның мәтінімен, мазмұнымен танысып үлгерді десек болады. Сондықтан халық жалпы алдымыздағы тұрған сайлауға, референдумға өзінің толық түсінігімен дауыс беруге дайын ғой деген ойдамын. Ал енді әртүрлі қоғамның өкілдерімен кездескен уақытта олардың көкейінде жүрген әртүрлі сұрақтар болды. Солардың ішінде конституция неге бұл жаңа редакцияда дайындалып жатыр, неге ғана біз тек өзгерістер енгізумен шектелмедік деген сияқты тілге байланысты сұрақтар болды. Кейбір азаматтар мына біздің конституциямызда президенттің өкілеттігі қатты күшейіп кеткен секілді деген сияқты сұрақтар айтты. Басқа да өте көптеген, мысалы, вице-президенттің рөлі қандай болады қоғамда деген сияқты көптеген өте күрделі олар үшін сұрақтар қойды. Солардың барлығына коалицияның мүшелері осы жан-жақты толық жауап берді. Сондықтан тағы қайталап айтам, елдің түсінігі қазір мол, өздерінің бүкіл сана сезіміменен дұрыс таңдау жасауға дайын деген ойдамын. Сондықтан осы жағдайды пайдалана отырып, тағы да Қазақстанның халқына мен алдымыздағы тұрған референдумға қатысуды сұраймын. Соған келіп өздерінің таңдауларын жасағаны дұрыс. Өйткені референдум деген ол халықтық демократияның бірден бір қайнар көзі. Халық біздің конституцияда жазылғандай өзінің құқығын, биліктің бастауы халық дейміз, халықтың өзінің билігін жүргізетін бірден бір инструмент осы референдум. Сондықтан осыған саналы түрде келіп, қатысып, өзінің таңдауын жасауы, ол біздің Қазақстанның болашағы үшін беретін дауысымыз. Егер еліміздің болашағы жарқын, өскелең ұрпақтың өмірге деген сенімі, халықтың тұрмысы жақсарсын десек, осы референдумға келіп дауыс бергеніміз дұрыс.